Содан бір кезде бұл Олжас енді бір кішкене тәртіп жағынан кішкене тәртіп бұзды да, сонымен үйге алып кеп, үйде ұстайық дедік. Етпесе жоқ болып кетеді, таппай қаласың деген сияқты. Содан үйге алып кеп ұстап отыр едік. Сол кезде де Олжас енді өзіміз бір жердің азаматымыз ғой, братан деп. Қай жердің адамыз? Талдықорғандікіміз. Сөйтіп сыйлап жүрген, ой братан деп кәдімгідей, енді ана студенттік тілмен айтқан кезде старшак деген сияқты, сондай немен старшак деп сондай немен араласып жүрген бала ой братан деп кәдімгідей үйден келіп жатып, үйден тамағымды ішіп, сол кезде де бір андай немді білдірткем, сесімді білдірткем, қалай өзі бәрі нормально ма, что-то деп сондай бір өзімнің ойымды білдірткем. Сол кезде де ол Олжас ой братан ё-май біледі ғой. Орталарыңызда бала бар ма еді? Жоқ, бала жоқ. Бала жоқ. Бір балдары бар деп, бір қызы бар деп еститін ек. Ол Дариғаның туған әпкесі бар, бір жас үлкен, соның қызы ғой. Сон 4-5 жасынан бастап асырап алған. Бауырға бастық. Ол қазір қыз қайда? Нағашы жұртымен біз үйде жүреді. Ол қыз оқуда, Казгуда оқиды, сол апасының үйінде, Дариғаның анасының үйінде. Ерсі сұрақ болса кешірім сұрайым. Бала болмауының себебі неде? Врачтар, ақылатты абзал жандар не деп сіздерге? Кінә кімнен? Екеумізден де. Екеумізден. Мана Дариға Бадыкованың экс күшік күйеуі бар емес пе? Дархан Мархан Сархан Тархан деген. Енді соның кішігірім меня обращение шыбасы керайын көтіңжі ирайын. Көке, сен на каком основании еркек бола тұра өз әйеліңді жамандап жылап отсың кешегі подкастта, бүкіл қазақ еліне еще оны жыр қылып, 16 жыл бойы сенімен тұрған екен ғой шыбасы керайын көтіңжі ирайын. Дариға осындай, Дариға мұндай, мені тастап кетті, соның кесірінен Мұхтар Ауызов театрынан шығып кеттім, маған 8 миллиондық машина алып бермеді, бла-бла-бла, мяу-мяу шыбасы керайын көтіңжі ирайын. Айналып тұрып басыңа шлем кигізіп рукоприкладство істеп жүрейін ба, на ровном месте ешібасы керайын көтіңжі ирайын. Машина керек па? Жұмыс істеп, мына гипокарстан өзің заказ беріп ал. Дариға саған ақша беру міндетті емес шыбасы керайын көтіңжі ирайын. И вообще, во всем виноват ты сам. Жақсы еркектен әйел ешқашан кетпейді. Я скажу тебе даже больше, ақылы бар, мінезі бар, миы бар, ақша тапқыш, отбасын өзі асырай алатын, көңіл күй, внимание сыйлай алатын, бере алатын, и татағы былай мощно тұратын еркектен әйел ешқашан кетпейді шыбасы керайын көтіңжі ирайын. Болды, доғар ет, психологический давление интернет желісіне жаса берме оған, әйел қол, просто отпусти ее. Пусть бақытты болсын шыбасы керайын көтіңжі ирайын. Одан бөлек әмесе түсініп тұрмын, жартылай ішкі дүниеңді көріп тұрмын, примерно драма куин болып тұр, обесценивание болып тұр. Адам баласының етпен сүйектен жаралған. Ну неге изначально менің жаныма келіп осының барлығын айтып бөліспедің? Каспиңмен 250 мың теңге аудармадың? Совет беруші едім ғой. Көп ұйықтай берме деп мысалы шыбасы керайын көтіңжі ирайын. Тағы не дейін? Сен еркексің. Көтері басыңды, оглянися вокруг. Қыздар мен әйелдер көп. Табасына әлі өз бақытыңды. Мүмкін таппайсың, кім білер. Бір құдайға мәлім шыбасы керайын көтіңжі ирайын. Че еще? И запомни такую вещь. Никогда в жизни әйел қауыммен не сражайся, ибо победа, ибо поражение будет для тебя позором шыбасы керайын көтіңжі ирайын. Түсіндің ме? Ал егер мен әр айтқан сөзіме келіспейтін болсам, давай да төбелесіп тастайық рухватикте шыбасы керайын көтіңжі ирайын. Че там, не дейсің? Ана Дариға Бадықова әпшеміз, Дархан оның бұрынғы күйеуі, ағамыз Нұрсейіт Жылқышыбай журналист үшеуі енді жостқа хайпауат етіп жатыр, көріп жатсыздар, елде бір басқа өзекті мәселе жоқтай, екі еркек отырып алып, жаңа бұрынғы әйелін жамандап, өсектеп, жылап, сықтап, мен жаңа қиянат жасап кетті, тастап кетті, ақшамды бермей қойды, үйтті бүйтті деген әңгіме ғой. Енді білмеймін, бұл өте төмен деңгейдегі сұхбат деп ойлаймын біріншіден. Бірақ алданбаңыздар, бұл пиар маркетинг. Өйткені қараңыз, ол еркек басымен ер адам келіп сөйтіп әйеліне жалбыз етіп бүкіл халыққа осындай сұхбат беріп жатыр. Оның артында не жатыр? Ол нені көздеп жатыр? Сонда біреу келіп, ой айналайын балам деп арқасынан қағып басынан сипап, сен тастап кеттім, ақшаңды бермей қойдым, ой айналайын жылама болды деп біреу сөйтіп айтады деп жатыр ма? Или біреу барып оны екеуін қайтып қосып бере ма? Екеуін қайтадан жаңағы ақшасын ортасынан бөліп бере ма? Ешқандай логикаға сыймайды. То есть жаңағы ақшаны 1,8 миллион таптық кинодан, соған жаңағы құнықты да нотариуске шақырып алып, мені осы ақшаны бөліспейміз деп жаңағы қолхат алды деп тұрды. Енді еркек болсаң, сол жерде қолхатты қоймай қоймайсың ба? Қол қоймай, жоқ, 1,8 миллион біз екеуміз таптық, 900-900-дан бөліп аламыз ровно.
ешқандай не жоқ деп ше, мысалы да, оны қойып алып, мені сөйтті, мен арам болсам қоймайтын едім ғой, сол кезде ақшаға құныққан болсам деп өйтіп андай періште болып нажалыс давить етіп та, көрдіңіз ба, бұл жерде бұл кәдімгідей әшейін маркетинговый ход. Екеуінің істеп отқан тірлігі былығы деп ойлаймын мен енді. Жалпы да, әйтпесе бүкіл халыққа осындай сұхбатты беріп, өсек пен төсектің екеуінің арасында қарым қатынасы, ана бір Очоу деген актерға соған кетіп қалды, үйтті бүйтті, ол семьясымен ажырасып, бұмен кетті дей ма, білмеймін. Вообще елде басқа мәселе жоқтай, бүкіл халық осыны талқылап жатқанына, оның үстіне жаңағы Нұрсейіт Жылқышыбай осындай сұхбат алғанына кәдімгідей бар ғой, жүрегім ауырып бүгін азынан бері қоймады бар ғой, осыны айтшы деп ше. Мен сіздерге айтайын, негізі көзім жеткені, мына өмірді бар ғой, Нұрсейіт Жылқышыбайға сұхбат бермейтіндей қылып, соған бір айтатын әңгімең болмайтындай қылып сүру керек екен. Конкретно сол, достар. Дариға Бадықованың бывший күйеуі интервью беріпті. Зачем так позориться? Шығып, ойбай, маған ақша бермеді деп. Қалай екен? Қаншама әйелдер осылай төртеу, бесеу туып бүкіл өмірін еркекке арнап, дымсыз қалып жатыр ғой, еркек ақша тапқан кезде. А тут он же даже не рожал. Вот если бы он рожал детей, бесеу, алтауық бала туып үйде отырса, сөйтіп барып, Дариға ақша бермей кетіп қалса, вот тогда мы бы ее осуждали. А так, простите, сама заработала, сама все сделала. Ол бала қараған жоқ, бала туған жоқ. Я думаю, что она права. Она вот отомстила за всех женщин. Дариға отомстила за всех женщин, я считаю. Ассаламу алейкум ағайын. Мен сіздерден мұндай қолдау күткен жоқпын. Көп рахмет. Бұл жерге бағаны беретін сен емес, мен емес, Дариға. Бұл жерде бағаны беретін ел, жұрт, туған туыс, көрші көлең, әріптес, группалас және де жақын туған туысқандар. Сондықтан да мен сені Нұрсейіт Жылқышыбайға тікелей эфирге шақырамын. Кеше ғана Дариғаның бұрынғы байы Дарханның сұхбатын көрдім. Сол сұхбаттан кейін кей қатындардың жаны бітіп, сол Дариғаның бұрынғы байын келмештеп жатыр. Дұрыс тақтырып кеткені, ондай еркектің не керегі бар, ондай еркекті асырап не керегі бар деп. Ал сендер мынаны ойладыңыздар ма? Сол Дариғаны Дариға қалған кім? Сол Дариғаға тыйым салмай, сол актерлық өнерін ары қарай дамытуына, өсіп өнуіне, айлап, шөйлап, гастрольдікпен жан-жаққа кетуге, съемкаға кетуге рұқсатын беріп отырған, өзінің ата-анасын емес, сол Дариғаның ата-анасын бағып отырған. Осы Дархан болатын. Ал енді сол Дариғаның қатты қызғанатының арқасында өзі де актер бола тұра, өзі де әнші бола тұра, өзінің өнер жолын осы әйел үшін сарп етіп үйде отырды. Ал сіздер өздеріңіз айтасыздар ғой, әйел заттары. Біздерді қамап қоймау керек, бізге де тыйым салмау керек, бізге де қолдау керек деп. Ал мені қолдады. Дымы жоқ қатынды миллиардер қылды. Ал сол қатын болса 2 миллиард ақшаны тапқаннан кейін байы керек емес болды. Қасындағы ойнасымен бірге кетіп қалды. Ал енді осыдан кейін бұл еркекті қалай таба алайсыңдар? Сондай қолдамау керек пе? Үйде қамау керек пе? Өз актерлығын дамытып, бұл Дариғаны үйде отырғызу керек пе? Бәлкім солай істегенде дұрыс шығар. Ал енді Дариғаға айтарым, сен ол жаспен жүргенде ол жаста сені пайдаланып қадап кетпесін. Сақ болып жүр. Очоу дейсің ғой, Велосипедті мотоциклға айырбастадым дейсің ғой. Да, жаным. Мен сол өлеңді мен де айтар едім ғой. Әншілер, ойпырмой, әншілер, шегірткелер шықтау. Біздің Қазақстанда сол Дариға бадықпа соғатынан басқа шаруа жоқ па не? Өздерінің надан екендерін шабылмайды ма телефоным? Үйлеріңізде шешетін шаруа не ме? Экранға шығарып. Білеміз екеміз бе әншілер? Сауатсыз Қазақстанның Мадоннасы менен Майкл Джексондары. Жұрттың Мадоннасы күшті бұлар, біздің Қазақстандікі бір бітпейді. Көзі бақырайған отсық қатынды. Тіпті бес комментарий әне бір байыда бір жүрген түсінсек екен нағыз. Ес еркек емес. Тағы да бір быдықтап жасаған болды, хватит давай. Бүкіл эфирді басымызға көтеріңдер, тіпті берекетсіздер. Жабауыздан да Қазақстанда басқа да проблема жоқ па не? Халықтың осы жан айқайын айтар кезде осы әншілерді үні өшеді. Бірінен бірі қисаңдап шыға беріңдер ғой. Шығыңдар ана Қазақстанның керек емес жерін айтайық. Ана 3 ай істе керек бізге. Ер дүнияны экология қылып жатыр ғой. Айтып шықпасаңдар. Онда құйрықтары бұрыз. Мен айтамын, бадықыптың байыдың, бадықпа жаңа береді. Өз бақырған қатының байыды. Жан шығып тұр. Бұрмой біздің қазақтың шығып терді. Айналайын ақ көке, 30 жыл оттасқан Қазақстанда
еркек адамға сондай әңгіме айтуға ма не? Саған 4 қатын ұл болады, бадық тастаса быдық бастамас тағы одан да мал адаясың. Не болды соншама таусылып бүкіл Қазақстан сен екеуіңнің жанұяңнан басқа жанұя жоқ па не? Қазақстанның проблемасы итекті жетеді қазір. Бүкіл жалғыз басты аналар отыр әне. Бай әлеуметтен төлемей қашып жүр сен сияқты. Көк сирақ, ақ сирақтан туғызып. Олар жетер, тастап білсек өзіңнің бірдеңің дұрыс болмағанда. Біздің қандай шаруамыз бар? Енді сенің өзіңнің жеке шаруаңды халық дейді араластырасыңдар. Жетер, еркек емессің ба?